Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Бүгін осындай логотип жасап үйренеміз. Бұл логотипті Pinterest'тен көрдім. Осы логотипті жасап қайталап көреміз. Бұны жасау үшін осы квадратты аламыз. Осылай қойып аламыз. И Out кнопкасын ұстап, белгілеп аламыз. Out кнопкасын ұстап, осылай қойып аламыз. И Ctrl-D дейміз. Белгілейміз. Ctrl-S дейміз, Ctrl-F басамыз. Осылай белгілеп аламыз. Мінекей. И каждыйын бай басып шығамыз. Болды. Shift ұстап отырып бәрін белгілеп аламыз. Ctrl-S, Ctrl-V дейміз. Бәрін бай осы қойып жүреміз. И пипеткімен түстерін таңдап отыра береміз. Енді осылай жерінен шетін ұстаймыз, осылай тартамыз. Шетте бір линия лишний болып тұр екен. Осымен логотип дайын болды. Бірақ что-то маған арасы слишком не болып тұрған сияқты. Жақын сияқты. Сол үшін байына жақындатып көрейік. Мінекей. Осыны бай Ctrl-G дейміз, сәл үлкейтеміз. И центрге қойып қоямыз. Артқы фонын қараға бояп қоямыз. Артын жібереміз. Болды, достар, осымен біздің логотип дайын болды. Егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап берем. Немесе танысыңызға керек болса, айтып жүріңіздер. Төменде Instagram, TikTok парақшаларымды белгілеп қоям. Құдай қаласа, сол жерге маған тіркеліп жазсаңыздар болады. Құдай қаласа, жарай, жақсы, сау болыңыздар.